Мен жеткілікті. Төтеншеліктер көлік жүргізушілеріне пластик бөтелкемен жанармай алып жүрмеуге, көлік салонына тез тұтанғыш заттарды тастамауға шақырады. Себебі қазіргідей ыстық мезгілде оған күн көзі түсіп, көлігіңіз отқа орануы мүмкін. Сонымен қатар мамандардың қысты-күні суықтан от алмай қалған автомобиль моторын ашық отпен жылытатындарға да айтары бар. Бұл өртті қолдан тұтату болып есептеледі екен. Егер осы тәсілге жиі жүгінетін болсаңыз, заң алдында жауапқа тартылуыңыз әбден мүмкін. Жадыңызда сақтаңыз, егер көліктен өрт шықса, қозғалысты тоқтатыңыз, қозғалтқышты өшіріңіз, жолаушыларды шығарыңыз, өрт сөндірушілерді шақырыңыз, олар келгенге дейін өртті сөндіруге тырысыңыз. Автокөліктерде өрт сөндіргіш болу керек. Мынау автокөлікті алсақ, мына жердегі өрт сөндіргіш есіктің алдын жағында орналасқан, сондай-ақ өрт сөндіргіш жаңа есіктің артын жағында орналасу керек. Болады, қолжетімді жерде тұру қажет. И багажниктарда. Капотта өрт болған жағдайда өрт сөндіруші қолыңызға алып, капотты ашып, өртті капоттың жартысын ғана ашып өшіру керек. Егер сіз капотты сразу ашып қалсаңыз, қосымша ауа кіріп күшейту мүмкін өртті, сізді күйдіру мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңіз басты орында, сол себепті өртті сөндіруге күшіңіз жетпей жатса, көліктен алшақ тұрыңыз. Айналаңыздағы адамдарға да ескерту жасаңыз. Осы тұста төтенше жағдайлар департаменті мамандарының көлік жүргізушілеріне тағы бір айтар ескертпесі бар. Шақырту орнына дабыл қаққаннан бастап 5-7 минутта аралығында жетуіміз керек норматив бойынша. Бұлай негізі 10 минутқа да созылып кетуі мүмкін. Себебі жаңағы жол кептелісінен, автокөліктердің жол бермеу салдарынан кешігеміз. Дабыл қаққан кезде шақыру орнына жету үшін, адам өмірін құтқарып қалу үшін бізге жол беріңіздер. Біз кейде жол ережесін бұзамыз, қызылға да өтіп кетеміз. Ондай жағдайға түсіністікпен қараңыз. Мамандар көп қабатты тұрғын үй аулаларына да кіріп шығу оңайға соқпайтынын айтады. Себебі тұрғындар көліктерін жолдың бойына қойып кететіндіктен қозғалыста баяулайды. Бұл өрттің дер кезінде ауыздықталмауына, өзге де аумақтың отқа орануына әкеп соғады. Сол себепті бұған салғырт қарамаңыз, сақ болыңыз.